Сәлем достар, бүгін біз бакинская пахлава дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа сарыуызды, ерітілген сары майды, қаймақты, соданы, тұзды және қантты салып, жақсылап араластырамыз. Сұйық массамыздың үстіне електен өткізілген ұнды салып, қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Енді бұл қамырымызды целлофанға салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Енді пахлаваның салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 2 ақ уызымызды салып, жақсылап миксерлеп, қантты 2-3 бөлікке бөліп салып, аппақ болғанша миксерлейміз. Бізде осындай аппақ масса пайда болғанда үстіне езілген грек жаңғағын салып, жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді жаңағы қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, бірдей 8 бөлікке бөліп, әрқайсысын домалақтап шығамыз. Енді қамырды ұн сүйе отырып, 4 бұрышты немесе домалақ қылып жаюға болады. Барлығын өте жұқа етіп жайып аламыз. Енді қамырымызды противеньге орналастырып, үстіне ерітілген сары майды жақсылап жағып шығамыз. Осылай 2 рет қайталаймыз. Сосын үстіне салманы саламыз. Салманы 2-ге немесе 3-ге бөліп саламыз. Барлығын жақсылап жайып аламыз да. Барлық қамыр біткенше осылай істеп шығамыз. Сосын үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Осылай пышақтың көмегімен ромбик іспеттес қылып кесіп шығамыз. Ромбик болып кесілген пахлаваларымыздың үстіне жаңғақты тізіп қойып шығамыз. Дайын пахлавамызды 160 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Енді сиропты дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа қантты, суды, балды салып, жай отта қайнағанша ұстаймыз. Енді жаңағы пахлаваларымыздың үстіне сиропты құямыз да, пышақтың көмегімен ромбик қылып кесіп шығамыз. Кесілген пахлаваларымызды 200 градуста 10 минут тағы пісіріп аламыз. Біздің пахлавалар осылай оп-оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Сіздермен бірге болған Раушан.